Ассаляму алейкум достар, сіздермен Айгүл Жасан, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте ерекше, дәмді восточный пирогтың жасалу жолымен бөлісемін. Менімен бірге болыңыздар. Ол үшін ең алдымен қамырын дайындаймыз. Қамырына бізге бір жұмыртқа керек. Оның үстіне секер қосамыз. Екеуін шанышқының көмегімен араластырып аламыз. Одан кейін үстіне жұмсақ сары майды қосамыз. Және де массымыз біркелкі болғанға дейін қайтадан шанышқының көмегімен араластырып аламыз. Одан кейін үстіне ұнды електен өткізіп қосамыз және де қопсытқышты қосамыз. Одан кейін қолымызбен жұмсақ қамыр илейміз. Дайын болған қамырды салмасын дайындап алғанға дейін тоңазытқышқа салып қоямыз. Салмасына бізге 100 грамм мейіз, 100 грамм өрік, 100 грамм грек жаңғағы керек. Осылардан грек жаңғағы мен өрікті ұсақтап майдалап турап аламыз. Енді қамырымызды табаға орналастырып, кейін үстіне дайындап қойған кептірілген жемістерімізді кезекпен салып шығамыз. Осы пирогқа қажетті барлық ингредиенттерді видеода және де видеоның астында описаниеде міндетті түрде жазып кетемін. Дәл осы көрсетілген рецепттермен жасасаңыздар, пирогтарыңыз өте жақсы болып шығады. Енді жемістеріміздің үстіне қоюлатылған сүтті, яғни сгущенканы құйып шығамыз. Енді күрекшенің көмегімен, не болмаса қасықпен болса да, осы қоюлатылған сүтті жақсылап жайып шығамыз тегістеп. Одан кейін 180 градуста қызып тұрған пеште 25-30 минут көлемінде пісіріп аламыз. Тек қамыры қызарса жеткілікті, ұзақ ұстап қойсаңыздар пеште, онда салмаңыз күйіп кетуі мүмкін. Әбден суығаннан кейін ғана барып табасынан босатып кесеміз. Пирог өте дәмді, жұп-жұмсақ болып шығады. Сіздер де міндетті түрде дайындап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдырып, және де міндетті түрде менің каналыма тіркелуге ұмытпаңыздар.